Сәлем, көрермен досым. Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының филология факультетінде есептік сайлау кеші өткелі жатыр. Жаңа төрағаны бірге анықтайық. Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының белсенді мүшелері. Бүгінгі филология факультеті Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіптік бюросының төрағасы Оңғарбай Сейткерім Сержанұлының есеп беру және орын тапсыру кешіне қош келдіңіздер. Ең әуелі есептік сайлау кешімізді бастамай тұрып, кешіміздің аса қадірлі де құрметті қонақтармен таныс болып отырайық. Кәсіподағының төрағасы Нұридин Бағдәулет Баймахмұлов. Төраға орынбасары Рахманова Бейнұр Абдуллина. Төраға орынбасары Аканаева Айдана Нұрмұхан. Және де төраға көмекшісі Болатова Анель Руслан. Сонымен қатар студдеканымыздың кеңесшісі Қайбек Амаке Рышев. Көп рахмет. Осы жылы Сұңқар үшін ерекше жылдың бастамасы болды. Себебі барлығымыз бірінші курс студенттерін кастингке қабылдап, өз бақтарын сынақтырып, өзіміздің қатарларымызға қостық. Сондықтан да арамызда отырған барлық бірінші курс студенттерін сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі кешіміздің өзегі болып отқан құрметті Оңғарбай Сейткерім Сержанұлы, сіздің біздің осы факультетімізде, кәсіптік бюромызда осы уақытқа дейінгі аралықтағы ұжымның көркеюіне қосқан үлесіңіз, алға басуына сіңірген еңбегіңіз өте зор. Әрі оны әрқайсымыз білеміз. Сіздің арқаңызда факультетіміздің мерейі әркез биікте болды. Әрі сол үшін біз сізге әрқашан да алғыс айтамыз. Ұжым үшін атқарған өрелі жұмыстарыңыз бен жемісті істеріңізді өте қатты бағалаймыз. Ендеше ұжым атынан сізге арнаған бір сыйлығымыздан бұрын сізді осы ортаға шығып бір ауыз сөз айтуыңызды сұраймыз. Филология факультеті Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіптік бюросының төрағасы болып 2022 жылдың 5 айының 21 күнінде төрағалардың және де жалпы Сұңқарға келуінің өзі қызық болатын. Бірінші курс кезінде онлайн болды. Онлайн кастингке мені командалар қайратылы қабылдап алған болды. Жалпы онлайн кезінде шыны керек басқа ұйымдарға қарағанда кәсіподағымыз белсенді түрде жұмыс атқарды. Әртүрлі жетістіктерге жетті. Жалпы Сұңқарға деген махаббатымды мен ашқан бұл Сұңқар апталығы айтсам болады. Бірінші курстың аяғында Сұңқар апталығы жобасы болды. Барлығы бір-бірін ең алғаш көріп атты. Өзім бірінші кезекте ешқандай тыныс тіршілік білмегеннен кейін, таныс емес ортаға бірден түскеннен кейін өзім қалай махаббатым ашылғаны сол кезде имәнім болды. Бірақ бір күн өтті, екі күн өтті, үшінші күні Көлсай қайынға барған кезде жолда қалып кеттім. Қызық естелік болды. Сұңқармен болған әр ресми болсын, ресми жиналыс болсын, әр кезде өзінің ерекше ыстық ортасы, махаббаты әркез сезіледі. Және де екінші курс келдім. Бірінші семестр бізде онлайн болды, карантин шаралары байланысты. Және де екінші кезекте екінші семестрде жобалар бастадық бізде. Бізде бірінші семестрдегі байланысты, екінші семестрде адам саны аз болды филология факультетінде. Бірақ соған қарамастан нағыз орта, ыстық орта екенін біздің Сұңқар көрсетті деген ойдамын. Және де бірінші семестрде қазанның 21 жылдығында Сұңқар төсбелгісімен марапатталған болатын. Төрағамыз өзі ұсынғаннан кейін сондай марапат берді. Рахмет. Жалпы бұл көшбасшы ұғымы қазіргі таңда жалпы барлықтарыңызға белгілі. 4 ай көлемінде төраға болдым. 3 ай жазғы уақытта 1 ай көлемінде төраға болсам да өзімнің ортама деген, қарындастарыма деген сыйластықты бір шегін көрсеттім деген сенімдемін. Және де ең басты ұғым бұл көшбасшы ұғымы. Неге Сұңқар бұл бізде көшбасшы дайындап шығаратын орта десеңіздер, біздің алдымызда болған кісілер оған дәлел. Яғни мен алдымда болған Құрманыздар Қайратұлы,
Әбдіханзина Болатханқызы, ол кісілер нағыз көшбасшы деп санаймын. Өйткені өздерінен кейінгі адамды нағыз көшбасшы ретінде бекітіп кетті. Біздің филсоңғардың қорытындысы бойынша 2021 жылы үздік кәсіптік бюрода бірінші орын иеленген болатын. Үздік кәсіптік бюро 2022-де екінші орын иеленді. Және де үздік кәсіптік бюрода сонымен қатар төраға орынбасары болып ең үздік марапатталған болатын. Жылдың ең үздік. Бүгінгі орын тапсыру себебінің айтулы ерекшелігі бұл. Қазан айының 4 күні 2022 жылы төраға орынбасары болып сайлануы. Көп рахмет. Көп рахмет. Расымен де кейіпкерім ағадай бізді барлығымызды осы бір керемет ортаға, керемет отбасының куәгер болуға шақырды, тартты. Сол үшін алғысымыз өте шексіз. Әрі Сейіткерім ағаның басында тұрып жасаған жұмыстары да біздің факультетімізді осы сұңқар арасында да өз биігіне жеткізді, мойындатты. Сол үшін де барлықтарыңыз өздеріңіз үшін бір қошемет деп қоса қойыңыз. Сейіткерім аға, енді осы сәтте сіздің осы барлық жасаған жұмысыңыз үшін бүкіл ұжымымыздың, кішігірім не үлкен отбасымыздың атынан сізге арналған бір ерекше сыйлығымыз бар. Қабыл алыңыз. Жақсы, олай болса, біздің кешіміздің ерекше сәті, маңызды бөлігі университет студенттерінің түрлі бағыттарда шыңдауға, еңбекқұмар білімге, құштарлыққа ұмтылдыруда үлесі мол Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының жаңа төрағасын сайлау рәсімін бастауға рұқсат етіңіздер. Ортаға филология факультеті Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіптік бюросына төраға үміткерлерін шақырамыз. Дайындаған баяндамалар тыңдасақ. Баршаларыңызға қайырлы кеш, қымбатты да қадірлі сұңқарлықтарым, бүгінгі есептік сайлау кешіне қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Сансызбаев Айбат Саламатұлы, осы филология факультетінің 2-ші курс студентімін. Көшбасшылықтың 90% адамдар қалайтын нәрсені жеткізе білу демекші, менің ұсынатын жобаларым бұл қазудың дамуына серпін беретін тың жобалар болып табылады. Яғни осы жобаларымды мен 5 кезеңге, осы 5 бағытқа бөлген болатын. Біріншісі бұл студенттерге әлеуметтік маңызы бар шараларды ұйымдастыру, және екіншісі Сұңқардың дамуына серпін беретін ұсыныстар, үшінші студенттердің проблемасын шешетін жобалар, және медиа саласын арттыру, соңғысы қайырымдылық істер. Ең алдымен тоқталып өтетін жобам бұл түнгі кітапхана. Мақсатым студенттердің кітап оқу жүйесін жеңілдету болып табылады. Өзектілігі кітапхананы тек ресми орынды қарамау, міндетім студенттердің кітапқа деген қызығушылығын кешкі ойындар арқылы арттырып, осы жобаны жиі ұйымдастырып отыру. Бұл қандай жоба екенін нақты түсіндіріп өтсем, ең алдымен әрине түнгі дегенімен бұл кешкілік өтетін жоба, және белгілі бір аудиторияда немесе сыртта да ұйымдастыруға болады. Ол жерде бір шығарманы талдап сұрақтар қойып, және ойындар ұйымдастырып, ән айтып жастардың көңілін аулау болып табылады. Үздік оқырман номинациясын беру, және әрбір қазақ оқуға тиіс деген кітаптарды ұсынып, соларды талдау. Келесі бұл қазу олимпиадасы мега жарысы. Бұл бұрын соңды болмаған ауқымды жоба. Мақсатым олимпиада ойындарын сезініп, денсаулықты арттыру, өзектілігі үлкен спорттық жарыс ұйымдастыру, міндетім әртүрлі жарыстарды бір қамту болып табылады. Бұл жарыстың өткізу тәртібі әр факультеттен 2 ұл мен 1 қыз шығады. Ішіне нысана көздеу, үстел теннисі, дойбы, 100 метрге жүгіру, 2 километрге жүгіру секілді жалпы саны 10 спорт түрін қамтып, оның 2-ін топтық деңгейде және уақыты 2 апта көлемінде өткізу. Жарысты қызықты қылу мақсатында әр факультеттің рейтингі Казму Сұңқар парақшасында жарияланып, алтын, күміс, қола медальмен марапаттау. Келесі ұсыныс үздік студент жобасына ұсыныс. Бұл бізде жыл сайын өткізілетін үздік студент жобасы бар. Әрине бұл керемет жобалардың бірі. Қазудың үздік студентін анықтау қызық болар сөзсіз, бірақ та осы үздік студент жобасының маңызын арттыру керек секілді.
Неліктен маңызы жоқ дейтін болсам, алдыңғы жылы үздік студент атанған Зинолиннің томиристі көп ешкім тани бермейді. Менің ойымша қазіргі үздік студенті ол университетіміздің бетке ұстар айнасы болуға тиіс. Бұның шешімі бар, яғни біз үздік студент болған жанды бір жыл ішінде кез келген жобаларға, қазылар алқасына шақырып, жас сұңқарлықтарға дәріптеп, жиналыс конференцияларда университеттің бет бейнесі ретінде таныстырып жүрсек, басқа жандардың да қызығушылығы артады, және дәл солай келесі үздік студент жобасына деген тартыс одан сайын ұлғая түседі. Келесі ардагер мұғалімдермен жүздесу, қазірде сабақ беріп кеткен ұстаздарымызды қадірлеп, оларға жәрдем беру мақсатында арнайы қайырымдылық шараларын ұйымдастырсақ, осы бұл істі нақты қолға алып, жүйе ұйымдастырып отырсақ па деймін, оларға қай жағынан болса да көмектессек, бір әріп үйреткенге 40 жыл сәлем бер дейді. Олармен танысып, білісіп, жүздесіп, батасын алсақ, осыдан артық студенттерге рухани күш болмайтынын сеземін. Келесі бұл шабыт клубына ұсыныс жасағым келіп отыр. Шабыт клубында негізі жақсы жұмыстар жасалып жатыр, ал менің қосатын үлесім ақын жазушы студенттерді қолдау мақсатында олардың кітаптарын шығару, осыны қолға алсақ. Мысалы, біздің филология факультеті шығармашылыққа жақын, тіпті факультетте 2-ның 1-і өлең шығарады. Және осы филология факультетінің студенті, Сұңқардың мүшесі Қосалы Алиханмен таныстырғым келіп отыр. Қосалы Алихан. Алиханның қоржынында дәл қазіргі сәтте 250 өлең, 4 поэма, 3 проза бар. Міне дәл осындай статистикасы бар студенттерге қолдау көрсетілмей жатыр деп ойлаймын. Осындай 10 студентті тауып, олардың кітаптарын шығарайық. Осындай және биыл мүмкін 10 кітап шығарса, келесі жылы 100 кітап шығарамыз, 5 жылдан кейін 1000 кітапқа шейін шығаруға болады. Және Алиханның кітабына мен уже визуализация жасап қойдым. Бұл үлгі. Міне осындай кітаптар шығарып, шабыт клубын студенттердің ақын жазушылар академиясына айналдырсақ па деймін. YouTube контентке ұсыныс. YouTube бұл ауқымда әлеуметтік желі болғанымен танымалдыққа ие болу біраз еңбекті копирайтинг тәсілдерді пайдалануға әкеледі. Менің ұсынысым мамандық жайында әр мамандық өкілдері өздерінің мамандықтарын таныстырып кішігірім сұхбат берсе екен деймін. Мысалы, қызық дәрігерлердің өздері бас ауырса қандай дәрі қолданады? Немесе бір ғана филологтың өзі кемінде неше кітап оқыған деген кішігірім бұл тақырыпшалар, кішігірім тақырыпшаларды қойсақ, көп таралым жинайтын анық. Бұны тек қызықты етіп емес, пайдалы контентке айналдыруға болады. Ол қалай? Мысалы, біздің филология мамандығын көп оқушылар түсіне бермейді. Сонда олар кім? Философ па, немесе журналист па деп сұрайды бізден. Осылар қателесіп жатады. Тек филология емес, әрбір факультетте түсініксіз мамандықтар көп. Осыны неге біздің студенттер түсіндіріп көрмеске? Мысалға, жаңағы айтқандай, үздік студенттер бұл жолы факультеттің үздік студенттері түсіндіріп берсе, болмаса өз мамандығын жақсы білетін жандардан сұхбат алсақ, себебі жыл сайын орташа есеппен 150 мың оқушы бітіреді екен. Олар көбіне мамандық таңдаудан қателесіп жатады. Бұл жерде екі нәрсені ұмытамыз. Біріншісі, мамандығын қателеспен нақты түсетін жандар келеді. Және екіншіден, Сұңқардың тіркелушілер санын арттырамыз. Келесі Сұңқар туралы документалды фильм. Сұңқардың 24 жасқа толуына орай Сұңқар туралы 24 дерек атты документалды фильм шығарайық. Бұл фильмде Сұңқардың тарихын айтсақ, осыған шейін болған 11 төрағадан сұхбат алсақ, ол кездерде Сұңқар қандай ұйым болған еді, қазір қандай прогресстерді, бастан өткерді, жүзеге асырды, осының бәрін біле аламыз. Бір жағынан кәсіподақтың тарихын біліп жүретін боламыз. Қорытындылайтын болсам, Сұңқар бұл студенттер үшін құрылған кәсіподақ. Демек, студенттердің санасында бренд болып жалғасын таба беру керек. Конфуций айтады, егер жоспарың 1 жылға арналса күрішек, ал 10 жылға арналса ағашек, ал 100 жылға арналса білім үйрет дейді. Менің жобам 1 жылға арналса да студенттердің білімін, ақылын, шығармашылығын арттыруға арналған жобалар. Жалпы жол апаратын жерге ермеңіз, оның орнына жол жоқ жерге барып із қалдырыңыз. Ральф Олде Эмерсон. Назарларыңызға. Келесі ортада Қарақлақ екен. Менің аты-жөнім Қарақлақ Әкешон Бопызы, филология факультетінің
Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіптік бюросының төрағалығына үміткермін. Келесі менің ең бірінші ұсынатын жобам ол Movie Time деп аталады. Ол жерде ағылшын және орыс тілдерінде ағылшын, орыс және қазақ тілдерінде кино көрсетілім. Яғни әр мерекенің алдында студенттер ақшасын құртып кинотеатрға барғанша өзіміздің кереметтегі кинотеатрдан ағылшын және орыс қазақ тілдерінде мерекелік киноларды қарау. Келесі жоба ол бадминтоннан турнир. Мен алғаш университетке келген кезде тек қана волейболдан және футболдан ғана турнирларды қарадым, бірақ бадминтоннан турнир болған жоқ. Мен бірінші бадминтоннан турнирді факультеттің арасында үздік ойыншыларды таңдап алып, сосын қазу бойынша өткізгім келеді. Келесі жоба ол филология факультетіне арналған жоба, жас ақындар байқауы. Себебі біздің факультетте жаңа Айбат айтып өткендей, көпшілік студенттер өлең шығарады. Осы алда келе жатқан тәуелсіздігіміздің 31 жылдығына орай әр ақын, әр жас ақын өзінің Инстаграм парақшасына Қазақстан 31 деп аталатын хэштегпен салса және Казну парақшасын белгілесе, біз сол арқылы жеңімпаздан кітап сыйлықтарын беретін боламыз. Келесі жоба ол Speaking Club. Мен осы жобаны ең алғаш рет бірінші курсқа келген кезінде, ол кезде төрағам Зинатай болатын, сол кісіге айтқан ең алғаш бірінші жобам еді Speaking Club. Сол кездерде онлайн өткізіп жүрдім, бірақ та мен оны қазір офлайн өткізгім келеді, яғни аптасына 3 рет. Себебі бізде қазіргі таңда көп студенттеріміз ағылшын тілінен қиналады, спикингтары төмен десек те болады. Сол бойынша 3 аптада 3 түрлі деңгей бойынша өткізгім келеді. Ол жерде әртүрлі қызықты қоғамдағы тақырыптар және сабақ бойынша тақырыптар талқылайтын боламыз. Және осы кезде менің жоспарым бар, келесі. Осы кезде Speaking Club бойынша студенттердің сөздік қорын көбейту бойынша менің жоспарым осы айда осынша сөз үйреткім келеді. Келесі жоба кітап жарысы деп аталады. Ол жерде енді ең маңызды мақсаты ол студенттерді кітапқа деген қызығушылығын ояту. Ол 3 кезеңнен тұрады, яғни әр кезеңде әртүрлі кітаптар оқытылатын болады. Бірінші оқытылған кітап бойынша тест арқылы іріктелініп алынады сайыскерлер. Одан кейін келесі сайыста дәл солай басқа кітап оқылып, сол арқылы тест бойынша іріктелініп алады. Үшінші сайыста ең жоғары нәтиже көрсеткен бірінші, екінші, үшінші орын иегерлерін анықтап, содан кейін қалған жақсы нәтиже көрсеткен студенттерге ынталандыратын сыйлықтар беретін боламыз. Келесі жоба ол Spelling Bee. Spelling Bee'ді мен өзім факультеттің ішінде ұйымдастырған болатынмын. Өзімнің группамен бірге мен оны қазір қазір көлемінде ұйымдастырғым келеді факультет аралық. Spelling Bee'дің барысы ең бірінші біз студенттерді тіркейміз, регистрация болады. Одан кейін оларды жарысқа шақырамыз, кәдімгідей олардың өзінің номероктар беріп, солай жарысқа шақырамыз. Сол номероктар бойынша олар бір-бірден шығып, ағылшынша сөздерді айтатын болады. Мысалы, Apple болатын болса, A-P-P-L-E деп ешқандай кідіріссіз айту керек. Деген сияқты оларға қосуға болмайды. Сол бойынша жалғастырып айтыла береді. Содан кейін соңында 3 студент қалғанша ол солай жалғаса береді. Сосын қатысушылар әрбір қатысушыны қатысқаны бойынша сертификаттармен марапаттаймыз. Кейін жоғарғы орын алғандарға ағылшын тілінен курстарға сертификат немесе IELTS-қа сертификат беретін боламыз. Осы жерде мені былтыр ұйымдастырғанда фотоотчет, былтыр осылай ұйымдастырған болатынбыз факультетте. Келесі жоба ол студентская және томирис және шабыт дейтін біздің жолға ұсыныс. Ең бірінші студентская клубына ұсыныс ол мобайл тест деп аталады. Бұл жерде бұл әлем және ондағы адамдар менің көзқарасымда, яғни в своем видео я показываю, что вижу весь мир и людей в нем деген тақырыпта сондай қоғамдағы өзекті мәселелерді видео арқылы түсіріп, үлкен фестиваль жасағым келеді. Келесі шабыт шығармашылық клубына ұсыныс ол Merry Christmas деп аталады. Әр жаңа жылдың алдында жаңа жылдық вайбты сезіну үшін ең алдымен жаңағыдай ағылшын тіліндегі немесе орыс қазақ тіліндегі ертегілерді ағылшынша жаңағыдай жаңа жылдық киноларды алып, әр факультет өзінің факультет аралық бірінші іріктеп алып, одан кейін қазу бойынша көрініс құрып, соны жасасақ деймін. Келесі жоба ол Томирис клубына. Ол жерде бұрымды қыз деп аталады. Яғни шаш үлгісі арқылы жаңағыдай шаш үлгісі арқылы
жаңа қыз балалардың жан дүниесіндегі көркемдік талғамын қалыптастыру арқылы инноваторлыққа тәрбиелеу, яғни ақылды да, ажарлы, дарынды да, талантты қыздармен таныстыру. Қонақтарды шақырып, шаш бітімімен бөлісу, ерекше шаш үлгілерін жасауды көрсету, лайфхактарды көрсету. Осымен болды. Біздің Ағапеніңде өзіндік бір ерекше жобалар бар екен. Сіздерге сәттілік тілейміз. Келесі ортада Аманбекова Аружан ханым. Қайырлы кеш, құрметті сұңқарлықтар. Менің аты-жөнім Аманбекова Аружан қызы, филология факультеті қазақ филологиясының 2-ші курс студентімін. Сұңқар студенттер мен магистранттар кәсіподағының төраға үміткерімін. Ең біріншіден жобаны стартап жобалар сайысы деп бастадым. Алғашында студенттерге не керек деген сауалнама жүргізген болатын. Сол сауалнаманың ішінде көптеген студенттер, яғни қаражат жағынан қиналады екен. Сол жағынан осы стартап жобалар сайысын қолыма алдым. Яғни бұнда біз студенттердің бизнес жобаларын қолдау және қосымша табыс табу, студенттерді басқа қырынан дамыту. Яғни бұл жобаның негізгі барысы былай өтеді. Білікті мамандарды Әділқазы алқасына алып, қазу деңгейі бойынша үлкен ауқымды түрде өткіземіз. Және ең үздік жобаны кәсіпкерлерге сатылымға, яғни продажға шығарамыз. Сол продажға шығарған, яғни сатылымға шығарған жобаны сатып, қомақты қаржы түскеннен кейін оның 40%-ын өзіміздің кәсіподағымызға, ал қалғанын сол жасаған стартап жасаушы жанға береміз. Яғни бұның өте көлемді ақша болғандықтан көптеген студенттер былай жасасақ екен деп тек мидағы идеяларын іске асырып, ары қарай өздеріне ақша жасап, өздерінің мамандықтарынан тыс қаржы табуға көмектеседі. Келесі менің жобам ол стендап. Стендапты біз былтыр қазу деңгейіне алған болатынбыз. Стендаптың негізі бір ғана тематикасын білеміз, яғни ол бір ғана орындаушы шығып айтып береді. Ал оның орнына мен 2 жаңадан айдар енгіздім. Біріншісі стендап батл. Стендап батл дегеніміз 2 стендаппен шығып, бір-біріне не импровизациямен, не болмаса дайындалып келген тақырыппен бір-біріне әзіл жарыстыратын болады. Ал келесі тематикалы стендап. Тематикалы стендапта біз көбіне стендаперлердің әртүрлі тақырыпта әңгіме өрбитін көріп жүрміз. Алайда бір ізділік және жүйелі әрі сапалы әзіл болу үшін тематикалы стендап ұйымдастыруды жөн көрдім. Келесі үздік филолог жобасы. Үздік филолог жобасы ол біздің факультет бойынша. Оның ең біріншісі құрылымы 3 турдан тұрады. Ешқандай жас ерекшелігіне қарамай, ол 1-ші курс болсын, 2-ші курс болсын, 3-ші курс болсын, өзінің қалауына байланысты. Талаптар 3 тілді жетік меңгеру қажет және жан-жақтылықты талап етеді. Және жыл сайын қайталанып отырады. Барлық ол 20 студент қатысама, 100 студент қатысама, оның бәрінде 1-ші турдан шешілетін болады. Яғни 3 ай уақыт береді, 3 ай көлемде 1-ші туры 1 ай көлемде өтеді, 2-ші айда, 3-ші ай сонымен біз жеңімпазды анықтайтын боламыз. Келесі жоба ол бізде ақындар мүшәйрасы. Бұл шабыт клубына коллаборация, яғни ақындар мүшәйрасы бұл тек қазу деңгейіне немесе факультет деңгейіне қалып қалмайды, ол қалалық деңгейде. Біздің филология факультетінде және Айбат Айтбеккеге қосал әлқандай керемет ақындар тек өлеңдері бір блокноттың ішіне немесе бір дәптердің ішіне қалып қалғандықтан, соған жаным ашығандықтан өзінің өлең жинағын шығарып, басқа да мықты Ақберен Елгезек, Қалқаман Сарин, сондай мықты ақындармен бірге тәжірибе алмасып, қалалық деңгейдегі ақындарды өздерін шығара алмай, дәлелдей алмай жүрген ақындарды бірге осы сайысқа түсіп, және тек сайыс түрінде емес, қарапайым тимбилдинг түрінде немесе осы дөңгелек үстел түрінде өткізу ойда. Келесі бізде Телеграм және жеке даму. Бізде Сұңқардың
өзіндік телеграм бар екенін білемін, бірақ онда тек посттар салынады. Сондықтан и постпен қатар қажетті материалдар, яғни дамушы кітаптар немесе қызықты фильмдердің барлығын соның ішіне ссылкасын салып қойып, студент бос уақытында телеграмға кірген кезде осы киноны немесе кітапты оқуға өзіне бос уақытын тиімді пайдаланады. Келесі бізде жас сұңқармен бірге бізде осы соңғы уақытта 8-ші филиал ашылды, яғни 9-шы кешірім сұраймын, 9-шы филиал ашылды. Бұның мақсаты студент жастар мен оқушылар арасында байланыс орнату, яғни студент болып жүрген сұңқар не ойлайды және оқушы болып жүрген сұңқар не ойлайды. Екеуінің арасында тығыз байланыс жасап және университетке қалай дайындалу керек, соның барлығын үйрететін сұңқарлықпен жас сұңқарлықтың алдыға деген мақсаттарына немесе арманына жол ашу мақсатында осы жас сұңқармен бірге жобасын дайындады. Жас сұңқар и так бағыт солай ғой. Жас сұңқармен бірге деп, яғни мысалы біздің команда филология факультетінің кәсіптік бюросымен бірге бір күн өткізеді. Яғни ол жерде бір күн өткізгенде факультетке әкеліп, факультеттің тыныс-тіршілігін көрсетіп, біз қандай мамандықта оқимыз, қандай Ол нәрсе бар ма мысалы, бұдан бөлек қарамыз? Тимбилдингтер ұйымдастырып, барлық үлкен сұңқардың кәсіподақпен бірге барып, яғни тәжірибе алып, қандай сұрақтары бар, қандай сұрақ мазалап жүр, соның барлығын студенттердің өз аузынан естіп, сол тәжірибе алмасу мақсатында. Жақсы, рахмет. Үш кандидат ортаға келе аласыздар ма? Болса Сансызбай Айбат біріншісі, екінші кезекте Қарақұл Арки және Аманбекова Аружан. Ең бірінші делегат болып кандидатураға түсудің өзі үлкен жауапкершілік. Белгілі бір дәрежеде, демек факультеттік деңгейде, белгілі бір деңгейге жеткеннен кейін осы бүкіл студенттердің алдынан өздерінің корпоративтік стратегияларын қорғап жатыр деп ойлаймын. Сансызбай Айбат, жалпы бізде корпоративтік стратегия деген аты болғанымен, бұл жаңадан келіп жатқан төрағалардың мозговой штурм секілді. Өте жақсы идеялар бізде алдынан бері, өйткені бірінші факультет қана бәрін ұсынып айтады да, екіншіге вообще қиын, үшінші, төртінші енді. Бұлар ең соңғы. Сондықтан біріншіден рахмет, алдыңғы біздің қорғаған төрағалардың ешқайсысынан идея ұрламай, жалпы өздерінің идеяларын ұсынғандарына. Одан кейін түнгі кітапхана деген ол өте жақсы ұсыныс негізі. Бұл ақш-та бар, Жапонияда бар, жалпы бүкіл Еуропа елдерінде бар нәрсе. Сондықтан өте орынды ұсыныс. Жарайсың, Айбат. Мен өзім бұлай, мынандай форматтағы жұмыс жасаймын. Егер бір нәрсені айтсам, үш нәрсенің екеуін орындасаң, сен командада сенімділік қалыптастырасың. Үшеуін орындамасаң, онда қажет емес та. Бізде көбісі айтады, бірақ істемей қалады. Сол жерден кішкене ашынып қаласың кейбір кезде. Сондықтан Айбат ертең төраға болмасаң да, болсаң да осы нені іске асыр міндетті түрде. Кітаптың ұсынысын, жаңағыдай обложкасы бар, басқасы бар. Өйткені бұл өте керек. Бұрын қазуда имидж ретінде қолданады да, кейін қалып кетті. Өйткені неге? Өйткені мынандай ғой бізде бір адам бастайды да күшті қылып, оны жалғастырмайды, арғы келесі келген адам орта үзіледі да қалып кетеді. Ал визуализация, YouTube канал, механизм реализация деп кәдімгі статистикамен айтыпсың. Документальный фильм не только біздің сұңқарлықтарға, жалпы бүкіл ұйымдарға болсын, жалпы қазу деңгейіндегі нәрселерге өте жақсы. Документальный фильмға біз тырыстық, шынымен де проблема YouTube каналдың пайда болған себебі, мен өзім орынбасар болдым, сол кезде бізде бір нәрсе істейін десек, ақпарат жоқ қойшы, мысалы, журнал жаса дейді, мен журналмен бит-бит жасарсың. Ал вот сен документальный фильм болу үшін сен кадр керек қой. Қанша адамның қаяқтан табасың оны? Үйті сұңқардың тарихы ол 99-дан емес, 1944 жылы студенттік кәсіподақтан басталған. Мысалы, қанша осы сұңқардың осы уақытқа дейін деңгейі сол кісілердің арқасында негізі бәрі бірдеңені ұсынған, әркім бір нәрсені қосқан негізі. Сондықтан документальный фильмнің маңызы зор. Ал YouTube канал деген осыған тікелей көмекші. Жаңағы осы уақытқа дейінгі самый лучший корпоративтік стратегия осы Айбатта болды негізі.
сен осындай дайындықпен бір айнаға қарап дайындалған сияқтысың. Мен соған риза болдым. Әр четко өзім жақсы көремін сол позицияда жүргенді. Айтатын сөзіңе дейін бір лишний сөз шыққан жоқ, байқасыңдар. Осындай деп ойлаймын деген нәрсе емес. Мынау деп былай айтамын. Неге себепті? Статистика бойынша осындай. Келесі жобам осындай деген секілді. Ол кәдімгідей жазған ана жерде, мен парағын қарап отырдым. Молодец, осы нең қабілетің сені үлкен министрлікке дейін, президентке дейін шығаруы мүмкін. Қарап ол ағарке бізде сіздің таңғалғаны мен бізде осындай балдар бар екеніне қуанамын. Ағылшын форматта жұмыс жасайтын Speaking Club деп айттыңыз, жалпы жобаларыңыз Movie Club барлығы ағылшын форматта болды. Өте жақсы, бірақ сізге менің өзім ұсынысым. Алдағы уақытта мүмкін үздік полиглот деген жобаны іске асырсақ, өйткені қазуда қазір актуальный, мысалы алдында да сенаттың ішін қарап отырсам 5 полиглот министрі бар екен. Саясат Нұрбектің өзі мысалы қазір үлгі болып келе жатыр да, неге сондай адамдар шығармасқа? Сондықтан осындай брендтік бір жобаны шығарсақ, үздік полиглот деген. Аружан, сіз стендап жобаға байланысты үздік филолог өзіңіздің ұсынысыңыз ба негізі? Әлде бізге бір нәрсе өзгертіп келеді ма? Факультет арасында Ол жоба бар ғой, мысалы бізде үздік студенттер бәрін сөйтіп өткіземіз. Үздік физик, үздік математик деген сөйтіп келеді да, екі жеңімпазға жеткен адам үздік студентке жолдамалы негізі. Мен факультет арасында үздік филологты... Ол алдыңғы жыл қалай өтті сендерде? Үздік филолог деп па? Енді сіздің ұсынысыңыз қалай болды сонда? Үш тілде ғана? Үздік филолог жыл сайын болып отырады да. Жыл сайын әрқайсысы тағайындау, мысалы үздік филолог биыл ағаке болса, келесі жылы мысалы жыл сайын қайталанып отыратын бір филология факультеті бір тарихында қалатын, бір бұрышында қалатын жоба ретінде жазылған ғой. Жоқ, ол и так та солай ғой. Сосын не ұсындыңыз бізге? 3 тілді жетік меңгеру керек. Үздік филолог деген тоже сондай болу керек секілді. Негізгі формат, тіл форматында деп, жан-жақты емес. Онда полиглот те алу керек. Ағарке енді бір бағытта алыпты, Айбат енді кішігірім ізденген. Қосыл кел қолшын, қазу бұл бір шын, ортаға біздің қош келдің, сұңқардай толсын. Жалпы бүгін дауыс берген филология факультетінің барша бірінші курс студенттері Айбатқа да оңай емес, біздің қалған факультеттердің барлығы екінші курстар негізі. Сондықтан сіздерге бір-ақ вариант қалады. Не Айбатты қолдап, басқа факультеттермен жарысып, үздік кәсіптік бюроны алу, болмаса провальный боласыздар екіне де. Бірақ сіздерге үлгі ретінде мен журналистика факультетін аяннан айтсам болады, айтылғаныңыздың өте потенциалы мықты. Кешеде байқап жатсаңыздар, 2 орынбасар орды, екеуі де екінші курс. Өзі екінші курс, ананы жұмсағанын көрсеңіз, мен таңғалдым шынымен де. Балдарында. Сондықтан биыл 2021 жылы бізде Құрман Дида Қайратұлы үздік кәсіптік бюроны алып келген. Сондықтан сіздерде алады деген ойдамыз. Айбат, сәттілік. Құрметті Оңғарбай Сейіттерім Сержанұлы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Сұңқар студенттер және магистранттар кәсіподағының әлеуметтік даму жолында белсенділік көрсетіп, көшбасшылық қабілетіңізді көрсете білгеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Арнайылап Әл-Фарабидің 7 қолын ұратын арнайы сыйлық. Бізде осы сәтті пайдаланып өзіміздің Осымен есептік сайлау кеші өз мәресіне жетті. Жаңа төрағаға ағымдық жұмыстарына сәттілік тілейміз.